Айжарық Сәдібекұлы жылқышының қызы еді. Достар, менің каналыма тіркеліп қояйық. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Арал аудандық халық сотының бір бөлмесінде екі әйел оңаша отыр. Бірі сүйріктей жас келіншек, екіншісі тіс қаққан байсалды ана. Сырт көзге осы мекемеде істейтін апайына ет жақын сіңлісі келіп отырғандай. Солай де. Жұмыс істейтін бе едің, Әлия? Жоқ, қайдағы жұмыс? Мектепті бітіре сала тұрмыс құрдым. Одан балалы болып дегендей. Шырағым-ай, күйеуге шығуға ерте асыққан екенсің. Әуелі оқып алғаныңда ғой. Бөпем нешеу дедің? 3. Әңгіме тіні осымен үзілді. Сексеуіл ауылынан сотқа арыздан келген мына келіншекті әлгінде бауырына тарта сөйлесіп, мән-жайға қаныққан аудандық советтің депутаты, әрі халық заседателі Раушан Нұрманова енді ой жетегінде. Өмірден зәредей қиындық көрмеген мына әдемі Әлияны аяп отыр. Бүгінгінің дауы шағылмаған жастары алдартын ойластырып жатпайды ғой. Арасы 2 жасардан 3 бөпесі бар. Өзі жұрт қатарлы оқып мамандықты алмаған. Осындай күйімен күйеуі Алтаймен ажырасқысы келеді. Оның не кінәсі бар дегенде, мотоциклмен киік қуып, айдаланы кезіп кетеді екен. Рас болса ішетіні арақ, ойнайтыны карта. Кейде карта ойнаған жерінде қонып қалатын көрінеді. Рас болса күйеуінің кәсібі жақсы емес. Ал ажырасты дейік. Бөпелерін төркініне ала кетпекші. Бекінген ойы осы. Сосын алимент талап етпекші. Сонда бұл қарағымның алдағы келешегі қалай болады? Жастар. Біз сияқты тоқтасқандарды кейде осылай күйіндіріп, кейде кәдімгідей сүйсіндіріп жүргендерің. Раушан өз басы сүттен ақ судан таза болып отырған мына сүйкімді келіншектің қолын сыртынан сипалай отырып әңгімесін бастады. Қарағым, сен бүйтіп ақылыңнан алжаспа. 3 балалы болғанда ажырасамын деген не сұмдық? Сен әлі де ойлан. Бұрынғылар көптен көрген көнеден ақыл сұрасаң азбассың деген. Мен сенен аттай 15 жыл үлкендігім бар. Ендеше мені тыңда. Халық соты ақылыңды айт деп әдейілеп шақырғасын келдім. Бұлардың осылай шақырып тұратындары бар. Бізді осындай қоғамдық жұмыстарға жегіп қойған. Бізді ақылшы ұстаз дегенде атымыз бар. Олай болса, қарағым, сен мені тыңдауға тиіссің. Бүгін білместікпен біреудің жанып тұрған отын өшірсең, соңыра екінші бір еркектің түтінін түтетуіңе тура келеді. Сен әлі жассың. Ақылың жан дүниеңнің түкпірінде емес, көзіңде тұр. Мен саған туғансыз тура билердей турасын айтайын. Бәрімізде келіншек болып көргенбіз. Мынадай уылжыған отты жалынды күйіңде еркек іздемей тұра алмайсың. Жақсы, дегеніңді істеп ажырастың делік. Сонда анау сәбилеріңді кімдердің көлеңкесіне қалдырамын деп ойлайсың? Олардың маңдайынан сипай қоятын біреу табылады ма? Әкесіз өскен тірі жетімдердің бара-бара кім болады? Осыны ойландың ба? Туған әкесі мен шешесінің көз алдарында жүріп те, бұрыс жолға кезіккендерде аз ба? Мына заманда. Қой шырағым. Өйтіп тұнығыңды лайлағанша, әуелгі бағыңды қадірле. Әуелгі бақ, кейінгі бақ қара бақ деген. Құдай қосқан қосағың айдалаға қаңғырып киік қуалап кетсе, кейде үйге қонбай қалса, ермегі карта ойнау болса, онысы жастықтың желігі. Ана 3 бөбегің тұрғанда ол ешқайда да кетпейді. Әлі-ақ ақылына келеді, бәрін қояды. Құдай-ау, бәрін айтта бірін айт, қолыңа қонған құсыңнан айналмассың ба? Ерің пірің ғой. Бүгін патша көңіліңе басқа ой келгенімен, соңыра, әттең-ай, Раушан апай айтып еді-ау, деп өкініп жүрмегейсің. Байсыз қатын қатын ба? Байынан ажырасқан қатын кім көргеннің қолжаулығына айналады.
Біздің қоғам жесірлердің кесірінен ұрпақты аздырып алды. Байынан ажырасқан қатындардың кесірінен мемлекетіміз шаш етектен шығынға батуда. Мына байын тастаған қатын дегендерің бар-ау, ұлтымыздың бірлігіне іріткі салатын сырқатымызға айналды ғой. Сен біздің еліміздің сондай да соры барын білесің бе? Раушан пәлсапасын кілт үзді. Құдая тоба, мен аяғында не деп кеттім соншама таусылып. Айтқан ақылыңа болайын, ақылшы апай, деп ішінен өзін-өзі мысқылдап алды. Беу арқылы ақындай бауырын жазып, қызынып сөйлейтін осы бір әдетін-ай. Бір шешіліп кетсе, кестелі кемел сөздердің қайдан ақтарылып шыға беретінінде өзі де аңғара алмай қалады. Жаратылысында бір шешендік қасиеті бар ма қалай? Шаршы топтың алдында сағы сынып көрген емес. Сөз жүйесін қиыннан қиыстырып толғай жөнелгенде, көптің көңілін қатықтай ұйытар еді. Сонысынан кейде қысылатынның да жайы бар. Раушан енді байқады. Әлгі бір әзірде мына келіншек осы сот кеңсесінің түндігін желпіндетіп жіберетіндей ширығып келіп еді. Ендігі түрін қара. Көзінің сорасы ағып отыр. Жігіттің үш жұрты болады деуші еді. Солардан сендерге ақыл айтатын жолбасшыларың болмағаны ма? Деді Раушан келіншектің шолақ шашынан сылап сипап. Біздің сіз сияқты оңдырып ақыл айтатын да арқа сүйеріміз жоқ. Шаруасын күйттеген үлкендерімізден түгел қол үзіп қалғанбыз. Байдың өз еркі өзінде. Менің айбарағымды жыр екен демейді. Айтатыны. Мен қатынның айтқанымен жүрмеймін. Қайда болам, не істеймін, жұмысың болмасын, деп күйдіреді. Әбден шаршадым. Апатай-ау, осындай ақылыңызды оғанда айтсаңызшы шақыртып алып. Өтінемін, өзін халық сотының алдына бір алдыртыңызшы, деп келіншек тағы да егіліп өксіді. Раушанның да көңілі босап, көзі ісінді. Келіншекті құшақтай орнынан тұрып бауырына басты. Аймалады. Сосын. Міне, мұныңа кім келіспейді? Біз сендерді ажыратушы емеспіз, қосушымыз ғой. Сен арызданды екен деп, сот бірден ажырастырып жібермейді. Айрылған азады, қосылған озады. Апалап отырсың ғой, алдағы демалысымда сен үшін сексеуілге арнайлап барайын. Күйеуіңмен төрт көздерің түгел отырғанда сөйлесейін. Сот ешқайда қашпайды. Айтқан ақылыңды тыңдамаса, сотына да салармыз. Қандай мықты өзі, осындай әдемі келіншегін ренжітіп жүрген, деп күлген болды. Содан екеуі қолтықтасып сыртқа шықты. Көшеде қатар келе жатып, көңілді сыңайда күлімдеген болып, «Ал, сіңілім, енді қайту қашан?» деді Раушан. «Түстен кейінгі пойыз болмаса, онда біздің үйге жүре ғой, шай ішіп жайланып шығарсың. Пойызыңа біздің балдар шығарып салар». Раушан ойға малтығып келеді. Бүгінгі кикілжің өмірінде бірінші рет есіткен жыры емес. Тіршіліктің таусылмайтын күйбеңі кесірінен талай рет осылай жүзбе-жүз отырып ашылысқан кездері болған. Жаны күйгендер суырылып сөйлесе, бұл асықпай тыңдайтын. Тыңдап болғасын ойының жеткенінше батырып басып айтатын. Сөйте жүріп, кімнің қандай пейілдегі пенде екенін тап басып тануға дағдыланыпты. Қашаннан халық сотының заседателі болғалы, мұның алдына кімдер келіп, кімдер кетпеді. Әрбір кезде әртүрлі тағдырлармен жүздесіпті. Сондайда біреулерге ащы айтуға, біреулерді сен әдемісің, сен жақсысың, жер үстінде сенен артық жан жоқ, деген сыңайда маңдайынан сипап, арқасынан қағып отырып ашуын басуға, ал кейде кейбір артық кететіндерді қатаң кесіммен тоқтатуға тура келеді. Қырсыққанда осы күнгінің жастары бірінің сөзін бірі көтере алмайтын болған. Қит етсе сот пен милицияға жүгіреді. Асылып өлемін дейтін болды. Асылып ажал құшқандары да бар. Дегенде, алдына келгендерден ақыл кеңесін құп алып жарасып кеткендер де аз болмапты. Кейбір жұптың айтқанды тыңдамай, екіге жарылғандары да болды. Иә, өмірде не болмайды.